Домбыра қазақтың өнері мен болмысының келбеті. Қоңыр үнімен өткенді түгендеп, зар заманды көз алдымызға келтіреді. Құрыш білекті батырлардың ерлігі, ақжаулықты аналардың көрегенділігі өскелең ұрпаққа домбыраның үнімен жетті. Тарих пен бүгінді ұштастырған аспап ұлттық мерекенің белгісіне айналды. Ұлттық домбыра күнін Алаш жұртшылығы сәнімен салтанатын жарастырып тойлады. Елордада 2000-нан астам өнерпаз бас қосып, ашық аспан астында күйді құйқылжыта төкпеледі. Тұран төрінде де ұлт құндылығы ұлықталып, мереке кеңінен насихатталды. 1000-ға жуық өнерпаз Құрманғазының Сарыарқа, Балбырауын, Түркештің көңіл ашар күйлерін орындады. Бұдан бөлек барлық аудан қалаларда бір мезгілде домбырашылардың флешмобы ұйымдастырылды. Осылайша жалпы саны 3000-нан астам домбырашы ұлттық өнерді дәріптеді. Кең даланы мекен еткен қазақ жұртының ең аяулы да қасиетті музыкалық аспабы домбыраның бірде күмбірлеген, бірде шертілген ойлы дыбысы құлаққа жағымды, жүрекке жақын. Оның күмістей сыңғырлаған үні талай сырдың басын қайырады. Мерекемен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мереке Сүгір атындағы ұлт аспаптар оркестрінің концертімен жалғасты. Кейіннен өнерсүйер қауым 2004 жылдан бері жалғасқан күй құдіреті облыстық байқауын тамашалап, рухани байыды. Билет аласың, өнерді көрсетесің, тартасың, кез келген 11 күйдің ішінде. Жақсы, бұл жылдан жылға күрделеніп келе жатыр. Осылай күрделене шыңдала түсеміз, бәріміз. Байқау нәтижесі бойынша бас жүлде иегеріне 500 000 теңге табысталды. Ұлттық дәстүр мен өнерді жаңғыртып, дәріптеуге жол салатын бұл мерекеде қолөнер шеберлері мен суретшілердің көрмесі ұйымдастырылды.